Біз кей кезде өзіміздің пендешілігімізге беріліп, қандай да бір жақсылық жасайтын болсақ, сол жақсылығымызды барша дүйім жұртқа паш етіп айтқымыз келіп, ішімізден сондай бір ықыласты ойларды туылдырып жатамыз. Негізінде біз қандай жақсылық жасамасақ, зәррадай Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде айтқанындай, шаңның тозағындай жақсылық жасасақ та, оны Алла Тағала біледі екен. Және біздің қандай амалымыздың, жүрегімізде қандай ниеттің бәрін Аллах Тағала біліп, Аллах Тағалаға қалай жақындасақ, Алла Тағала бізді солай өзіне қабыл алады. Осы сөзімізге байланысты нәпсі тәрбиесінің шыңына шыққан ұлы ұстаз Баязид Бастамидің басынан өткен бір қиссасын баяндап өтсек. Бір күні қысқы уақыт болатын. Қыстың қатты суынан сол шаһарда Баязид Бастамидің тұратын елді мекендерінің адамдары үйлеріне тығылып, жылы жерде отырады. Ал Баязид Бастами өзінің нәпсісін тәрбиелеу үшін осы Алланың берген бір суық мезгілі, сол суық мезгілді өзімнің ішімдегі ыстық иманыммен тәрбиелейін деп сыртқа шығады екен. Сондай бір суық уақытта көшеде ешқандай адам жоқ, жалғыз өзі жүріп келе жатады. Алайда бір үйдің бұрышында яхуди болған бір кісінің тұрғандығын байқайды. Ол кісі осындай қатты суықта аштан қырылып үсіп өліп қалмасын деген ниетпен кептерлерге жем беріп жатады. Осы оқиғаға дән риза болған Баязид Бастами ол кісінің қасына барып, пәленше жағдайыңыз қалай деп сәлемдеседі. Сәлемін алғаннан кейін, сіз білесіз бе, сіздің жасап жатқан барлық амалдарыңыз Алланың алдында үлкен сауапты амал. Ал егер сіз осы исламды қабылдап, сол мұсылман болған күйіңізде осы амалдарды жасайтын болсаңыз, онда Алланың алдында үлкен дәрежеге жетесіз дейді. Сонда әлгі яхуди Баязид Бастамиге қарап тұрып, менің осы жасап жатқан әрбір амалымды сенің айтып жатқан Раббың көріп және біліп тұрма деп сұрайды. Баязид Бастами оның жүзіне қарап тұрып, күлімдеген жүзбен, әрине Алла Тағала барлық жердегі нәрселерді, барлық іс-әрекеттерді білуші ғой дейді. Сонда әлгі яхуди Баязидке жылы жүзбен қарап, егер менің жасап жатқан барлық ісімді Алла Тағалаң көріп, біліп тұрған болса, маған сол да жетерлік деп жауап берген екен. Осы жауапқа Баязид Бастами таң қалып, күлімдеп, жақсы айтқаның болсын деп өз жөнімен кете барады. Арадан бір жыл өтіп, қажылық маусымы келген кезде Баязид Бастами өзінің парызын орындау үшін қажылық сапарына жолға шығады. Қажылықта Меккені тауып етіп жатқан кезде бір кісінің ерекше бір дауысын естиді. Ол кісі көкке қолын жайып, Алладан шынайы ықыласымен, көзінен парлаған жаспен Алла Тағаладан дұға жасап сұрап жатады. Сонда Баязид Бастами бұл кісінің кім екендігіне аң-таң болып қасына барып жақындайды. Сонда байқап қараса, бір жыл алдын қыстың мезгілінде жолыққан яхуди кісі екен. Сонда Баязид Бастами өз көзіне өзі сенбей, әлгі кісінің қасына барып, сәлем беріп, сәлемін алады. Сөйтіп, хал жағдайын сұрап, бұл істің қалай болғаны дейді. Яғни, сен қалайша мұсылман болдың деп таң қалып сұраған екен. Сонда әлгі мұсылман болған кезіндегі яхуди кісі былайша жауап қайтарады. Мен сол кезде саған айтып едім ғой, егер менің ісімді Алла көріп, Алла біліп тұрса, маған сол да жетерлік деп. Алла менің ісімді көрді, білді. Және мен осындай дәрежеге жеттім деп жауап берген екен. Құрметті мұсылман бауырлар, біздің әрбір ісімізді, әрбір жақсылығымызды, сонымен қоса барша жаманшылықтарымызды Алла көріп және біліп тұр. Сондықтан біз тек қана Алланың разылығын алу үшін ғана амал жасауымыз керек екен.